Еске алумен өлең жыр оқылғанда, өртесегер жүректі жалын ішкі, мәңгілікке аттанған жақын жанға жеткізе алмай, айта алмай сағынышты. Жақсы жанның дәріктеп жүрген көшін, өмір жолын ұрпаққа құрыптауға, көз алдынан өшірмей нұр бейнесін, ұлы жанды тиіс біз ұмытпауға. Ең тамаша сөз бұл өмірде әке деген, суыққа бір шалдырмай мәпелеген, өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Тағдырдың жазғанына кеуде тосқан, біз үшін еңбек еткен еш тынбастан, алаңсыз сауық сайран шалқып жүрміз біз бүгін әкеміздің арқасында. Ана жан, шаңыраққа болдың пана, жамандық қылмаушы едің ешбір жанға, амал не, жоқсыз бүгін ортамызда, сағындық әке ананы баршамызда. Жан ана, ұл қызыңның тірек едің, тірі болсаң жарқылдап жүрер едің, болмасаң да бүгін біздің жанымызда, айтқан сөзің тәтті күлкің жадымызда. Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы, сағынышпен туғандарың еске алады, өзіңізбен өткен күндер жадымызда мәңгіге сақталады. Жей алған барлық көпшілік қауым, ағайын туыс, құда жекжат, нағаштарым, барлық осы бұлғын халқы барлықтарыңызға бүгін күннің жалын сәлемін жолдаймын. Біздің бір ауыз шақыруымызды қабыл алып, алыс жоқта мына алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің әке шешемізге беріп жатқан асқа келіп қатысып жатқан барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңыздың бастарыңызға амандық, дендеріңізге сау болып, қашан осындай амандықта жүздесе беруге Алла нәсіп етсін. Енді барлықтарыңызға рахмет. Арғада енді мен әке шешеміздің өмір баянын қысқаша таныстыра кетейін. Әкеміз Нұриманұлы Мұңғылхан 1943 жылы 11 айдың 10 күні қазіргі Делюнсының жеріне қарасты Тошын деген жаңағы ана атамыз айтты ғой, ата бабамыз сатып алған жерде тегінде осы Қожор тұсымына қарасты жер екен, сонда дүниеге келді. 6 жасында 1949 жылы қазіргі Жолты бастауыш мектебі, сонда ағасымен бірге сабаққа кірісіп 4 жыл оқылса 4-ші жылы тауысып 53 жылы. Сосын кейін ағасы екеуін сол әкесі отырғызып қойып, біреуін оқисың, біреуін қолғанат боласың, қайсысын боласың деп. Сосын сол әкеміз басқысы сон ары қарай оқымаған, сол артындағы ата-анасын қолғанаты болып үйде қалған екен. 12 жасында әкесі Шәкіртұлы Нұрман деген сол Тошында өмірден озған. Қазір ол кісінің бейіті Лақшының ар жағында ғана бейітте. Басқа ата-бабаларымыз болғанда бейіт жайды Тошының ішіндегі екен. Ана кісінен сол кезде тағы да біздің аталарымыз айтты, ана бейіттерге сол кезде қан тышқан қаптап кетіп барып, ана кісіні жалғыз өзінің солай қойылған дегені екен. Қазір сол Лақшының ар жағында бейітте жатыр. Әкеміз 21 жасында анамыз ұруы қан келгенді барлықтарыңыз білесіздер. Мына отырған ауыл менің ағаштарым Құрым Қамай деген кісінің қызы шешемізбен үйленіп 7 ұл 5 қыз барлығы 12 бала өсіріп тәрбиеледі. Қазірде ұрпағынан 30-дай немере, кейін 10 шақ шөбере өсіп отырмыз. Әкеміздің өміріне келсек, анамызбен бірге ана қойшылым дейді, қойшылым ғой қазақша айтқанда, сүт сағатында
Сол сүт қабылдап, әген істеп, және де сүт қабылдау жұмыстарын атқарды. Кейіннен үлкен жұрғытын мекен етіп, салтанат бірлестігінің малшысы болып, соңында зейнетке шықты. Әкеміз енді осы көктеріңізде білесіз, соңғы кезінде құсбегісте болып, түз тағысын ұстап, саятшылық құрып, қыс бойы бүркіт салатын, және де осы өлкеге танымал оташы болып, талай адамдардың енді осы жәрдем етейік адамдарға. Көптің алғысына бөленген, елге сыйлы, кең мінезді, жайлы адам болды. Әкеміз 2012 жылы 3 айдың 18-і деген күні өмірден озды енді. Оны барлықтарың білесіздер. Қысқаша осыны таныстырып кетейін. Енді алдағы мына шешеміздің өмірбаян Зәмеш қарындасымыз таныстырып берсін. Ал құрметті осы бұла бұлғынның барлық халқы, құдандал, ағайын туыс, ата-анамыздың көзін көрген барлық ағайын туыстар, дос-жарандары, ата-анамыздың қош келдіңіздер осы ата-анамызға беріп жатқан асқа. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Енді біздің ата-анамызды бұл бұлғынның халқынан білмейтін адам енді жоқ шығар, бірақ дегенмен де соңғы құдандал болған білмейтін адамдар болса осылай таныстырып кетуді жөн көрдік. Біздің анамыз Камай қызы Бұлыш Бұлғын, руы қан келді, 1944 жылы дүниеге келген. Сол нағашымыз Камай деген кісінің екінші баласы болып отбасында. 9 ағайынды, 6 ұл, 3 қыз болды. Юлты бастауыш мектебінде 4 жылдық білім алды. 20 жасында әкемізбен шаңырақ көтеріп, әкемізбен бірге өмірдің ыстығы мен суығын бірге атқарып, ұл мен қызын өсіріп тәрбиеледі. Анамыз салтанат бірлестігінде сауыншы болды. Сол кезде бірнеше рет озат сауыншы және де ардақты ана 1-2 орденмен сайланды. Анамыздың қолынан келмейтіні жоқ еді. Анамыз біз кішкентай кезімізде ас суын ала жүріп, малын сауып келіп, сол малының барлық жаңағы ақтамағын ұқсата жүріп, сол 12 ұрпағына барлығымызға киімді де қоса тігіп беруші еді. Кеудемізге мешпетті кестелеп, көйлегін тігіп, бұтымызға шалбар тігіп, балағына резинкасын өткізіп, сабаққа баратын кезімізде барлық өне бойымызға қандай киім керек, қыстың киімі, жаздың киімі барлығын осы анамыздың қолынан шыққан еді. Осы анамыздың бізге берген тәрбиесі, бізге берген адалдығы, бізге берген тазалығы, осының арқасында мінекей осы атамыз бен анамыздың өсірген 12 ұл қыздары, шүкір Алла, өзімізде ұрпақ өсіріп, артынан келе жатырмыз. Мінекей бүгінгі күні ағаларымыздың, жеңгелеріміздің, іні бауырларымыздың, келіндеріміздің жаңағы ата-анамызға ас берейік деген осындай ұйымдастырумен бүгінгі күні ата-анамызға бір Алланың разылығы үшін, Алланың ризалығын алайық деп дұға оқытып ас беріп жатқан жайымыз бар. Анамыз қолынан келмейтін ісі жоқ ісмер, балаларына киімді қолдан тігіп кигізетін, қыз келіндеріне ойып, іс тігу, терме теруді үйретіп отыратын еді. Абысын, ажын көршілері шаң-шайын ішейін деп келдім деп аңсап келіп, терін сыпыра отырып шайын ішіп жататын. Осындай аяулы ана асыл жар бола білді. Осындай аяулы анамыздан 2016 жылы 10 айдың 7-сінде 73 жасында айырылып қалдық дүниеден өзі.
Dayındalan azantay asıqqa şilжеп, қуанышты отырып, қызықты отырып, үстіп қайтуларыңызға рахмет тілеудеспіз. Енді Мұңғұлханның тарихын қысқаша айтты дегенде, біз Найманның ішінде Алты Қаратай дейді. Қаратай деген еліміз, сол Алты Қаратайдың ең кіші Сарғалдақ деңіз болған екен, сол Сарғалдақтан тараймыз. Соның негізгі мекеніміз мына Шығыс Қазақстанның Қатон-Қарағай деген жерінде болыпты. Содан мына елдің көші-қон олай-олай толқуы көп болған, Орыс деген ел болды, Қытай деген ел болды. Осылар 1860 жылдары ұсақ ұлттар орында мұна қуалап айдаған. Сол кезде біздің аталарымыз, біздің атамыз дегенде енді сол Назар деп қарайды жаңағы Бекбау демізді. Сол Назардың 7 баласы болған, сол 7 баласы мұны Ойғыр басымен асып, осы Моңғол деген өзімізбен бірдей кигіз туылдық ел дейді, момын ел дейді, осы Моңғолға барайықшы деп, 3 Ойғырдың басымен асып деп, мұна Сақсайдың жері мекенді, одан бүйтіп Алтайға барып, онан кейін осы Делуін деген үлкен алқап өзен бар дейді. Ол кезде малға тұнық су, шүйгін шөп іздейтін заман, елдің бәрі малға сүйенді деп, сол Делуінге барып, Делуінге төмен алтын түсін екен дейді. Ол кезде жерді жетен ұраңқай дейді, осы Моңғолдар мекендейді екен. Сол мекенді сол жерде ұламалар мекендеп, ұламалар билік жүргізіп тұрған. Сосын сол ұламаларға тартып, малдырмен сұрайын дейтін емес, бәрі бай болған. Сосын мына Секел Азан ауыл деген ауыл болыпты. Сол Азан деген сұрайын біздің атамыз Шәкен деген Секел. Сол және төре ұламаға бар. Жер сұрап, біз осындай үстіп ауып келді. Не дедік? Бізге жер бер, күзеу бер, қыстау бер дегенде, бізге мына Делуіннің жері, бұрын Тошын, бұлғының жері, Құжықтың жері болып тұрған, кейінде Делуінді болып кетті. Тошын деген салан берген екен. Азанға ана Сүген деген салан, ауданда мына егде адамның бәрі біледі. Сүген деген салан берген екен. Сосын сол жерге келіп мекендеп, сол біздің атамыз Әпсет дегенсе, ұрпағы соны 50-ге жыл мекендеп, онан кейін кейінгі кездерде заман өзгерді, адам өзгерді. 1955 жыл дегенде. Енді ана жердің ұйымдастырып жүргенде, мына Лақсының кезеңінен ары қарай ғана Құжыртысымына, ары қарай ғана Делуінсімына, бері қарай Құжыртысымына қаратқан, осындай бөліс шыққан. Сонда жаңағы Тошын деген жерге, Сүген деген жерге отырған ауылдар Делуінге барып кетті. Сосын кейін біздің әкеміз бақтың бастығы болып жүрді. Содан аймақтан ол кездегі бірлестіктерде мәселесі жүрді. Малды бірлестікке çoğurған дейді. Адамдарды сол бірлестіктің мүшесі болды. Соған дәулет қостырғысында жұмыс істейді. Сол жұмыс істегенде 1955 біз Тошыннан көшіп, ауылдан бөлініп, осы үлкен жерден мына жастап отырған жерге қондық. Онда біздің әкеміз мына егін барғасының бастығы болды. Мен Қанжыға сауда деген істеп, Сіреңке чам сататын, сонда азғантай сауда істетті болды. Осында болдық, ауылымыздың бәрісін Тошында болды. Мынада осыдан енді 59 жылдан бастап артында бұлар біздің үйдің қатарына келіп қосылды. Сол кезде мұнысқа есе жастарды
16-18 жылда жас бала әкетері елуесінде қайтыс болып жұмысыма болған. Сол бір жетім балалар болды. Ondan кейін сол парататы көшіп кетті. Сол осыдан екен дедім. Осында келіп мені балалар ержетті. Мәне қалқап айтамаса болса, бірлестіктің жұқтың уақытта, мұңғыпан қойын бақты. Мұнда жаман болған жоқ. Құдайға шүкір, ұрпақ өсті, бас өсті. Аллахтың сыйлықтарын алды. Үсіп барып, оны кейінге қайтты. Таман өзгер Қазақстанға қонсалдары деген мәселе жоқ. Осыны бөлім сарды. Шартысы сонда кетіп қалды. Біз сол жұмыс бабыменен 70 жылы өлгеге көштік. Өлгеге көштік, жұмыс бабымен астымен. Бұлар осы қосаны екенін көктірді. Сол қалпында осыны енді мұңғызқанын тәртіпін жастан айтып келгендеріңізден көп рахмет. Алдарыңыздағы астан сезіп, көңілді отыр. Қайтыңыздар, сіздерге көп рахмет. Алладан сауаптан болсын жиынымыз. Аман есен болайық. Осындай жиын тойда Алла бас қосқыза берсін. Сізден түстеріңіз жылы сол 70 жылдан кейінгі болашағы жастарды тани бермейміз. Өзінен сұрап жатырмыз. Кім деп? Олардан туғанын айты оларды танимыз осындай. Екі ағам ортасында күнтайда болып жүргем ағайын туыстар. Танитыным бар, танымайтыным бар. Менің аға жеңгемнің асына келіп, олай тоғалай жапырылып келіп жатқаныңыздарыңызға маңда бір рахмет. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға, ошақтастарыңызға Алла амандығын берсін. Әрқашанда тілектеріңіз бір, тілеулеріңіз бір, аман есен болуға Алла тағалам нәсіп етсін. Мен енді Қазақстанға кеткеніме 33 жылдай болды. Содан мына сол ағамды осы кел 6 ай жатып жер қойнына тапсырып қайтқанмын. Міне балалар ұрпағы бүгінгі күні сол бір үлкен ас беріп жатыр. Астарын қарғадарым қабыл болсын. Дұғада болайық, ағайын туыс. Басқа не айтамын? Енді қарғадарым өсіп өніп жетіп, осы туған жерде мекендеп, міне ағайын туыспен бірге кәсіп етіп жатсыңдар. Мекендерін осы мекенге ұласып, туыстарын туыс ұласып, осымен осылай жалғасуға Алла тағала нәсіп етсін. Енді Құдай жекжат барлықтарыңызға көптен көп рахмет деп айтам. Басқа не айтамын? Асымыз енді беріп жатқан асымыз Алланың құзырында болсын. Құдай жекжат барлығыз біздің осындай асып берген әке-шешемізді еске алу науқанымызға қатысып жатқан барлықтарыңызға рахмет. Енді сол мына біздің аға аталарымыздан сол біздің әке-шешемізді бірге жүрген, жақсы білетін, сол істердің бірге жүрген мына ақсақалдардан көп, мал жағынан да, қай жағынан да жүрген кісілерге сол еске алу болғаннан кейін сол жайлы кішкене білетіндеріңізден, ақсақал кісілерден осыған естеріңізге алып, мына жастарға, ол кісілерге айтсаңыздар. Білгеніңізді айтыңыздар. Ассалаумағалейкум, мына асқа жиылған халқым. Бүгінгі күннің жалынды сәлемін жолдаймын. Ал енді мына Мұңғылқан болушы деген енді бізге ағайын көгерші болған, жасынан бір өскен осындай адамбыз. Енді мына бауырым әнеп екеуміз тұстаспыз, салтанаттың малы үшін бір қостап бір жерде жүргенбіз. Біріміз аға, біріміз ене болып өскенбіз. Енді бұл жарықтықтың өзі тұқымды, міне бала-шағасына Алла разы болсын. Мұнан атын атап, дұға жасап, мынандай ас беріп жүргеніне Алла қабыл айласын, қабыл болсын мына астарың балаларың. Енді мына салтанаттың малы үшін қостап та бір жүрдік.
Biz Мұңғұлқанды аға дейтінбіз. Аға болып кеткен міне менен жағынан да бар жан. Енем балаларым бажа. Ар жағында замандасы, мына Бәтіқан бәрі, Дәулет деген ұлым бәрі. Өсіп қоныстас, ауылдас болып бірге өскен үлкен жырғылтында екі ауыл гені жайлап, қыстар осында бірге өскен халық бізден. Бұл кісілердің өзі мінезі ауыр, қолы шебер, сондай адам біреуге қатты сөйлемейтін, ешкімге залал істемейтін, жақсылық істемесе жамандық істемейтін, осындай жақсы адам болған. Ана бұл істегені дегенде тіпті бізден де осы картекінге шейін апай дейтін. Біреу сөйлесіп амандасқанда апай деп амандасатырмыз. Сол апаймен кеткен кісі. Ең жарықтықтардың аруағы разы болып, мына балалардың жасаған дұғалары қабыл болсын. Енді осы жарықтықтардың енді міне тұқым деген осы атап. Міне тұқымының санын өздері айтып жатыр ғой. Адам өзі мың жасамайды, ұрпағымен мың жасайды дейді. Ұрпағы мың жасап, атын атап, жарықтықтың екеуінің атын атап, мынандай ас беріп, дұға жасап жатқанын Алла тағала қабыл айдасын. Рахмет, аман болыңдар қарттарым. Біздің әкеміздің бөлесі Жайсина атамыз білерін айтсын. Ассалаумағалейкум, халқы жұрты. Бүгінгі күні Мұңғұлқан деген екеміз бөле боламыз. Менің шешем, Мұңғұлқанның шешесі, екеу әпекесі сіңділі. Кім деген? Әубәкір Қажы дегеннің қызы болады. Әубәкір Қажы атпенен жүріп бұрын енді қазір самолетпенен бара салып, ойбай біз қажы болып кеттік деп жатыр. Ойбай біз сөйтіп бәлем болып қалдық дейді, соны ана кісі сол жерге атпенен 7 рет барған дейді. 7 рет барып сол жақтан аман есен келіп, жанындағы адамдардың бәрін сол жолдандағы шүйе бөлгін бір қаптап жеп, осыны үстігін ана кісі жанымыз өзі келіп бар. Қазір мына қызыл үйде өлген жерленген дейді. Содан біз осындай екеміз бөлеміз, тату, мәне отырмын, содан отырған. Менің Ақшының Делгінің халқымын, мынадар Бұлғының халқы, ал істеген істерің алда болсын, Алла тағалар құлағына шалынсын, ендерің сау болсын, бүйтіп атағын шығарып дейді. Ас беріп жатқан астайын қабыл ал, ендері сау әке шешенің құлағы ашып, айшылып жатқан жұмысы. Сол алда болсын, ал енді өздерің ендеріңіз аман есен, қайда істепті. Барлығымыз аман есен жүріп, біріміз екемізден біріміз танып. Жүре берейік қарақтарымыз. Аман болсын, ендерің сау болсын. Bütün çarkı bitik kelbetlerden köp rahmet eder. Жалғап бересің. Hadi Altay olsun. Altay Bey. Жалғап бересің. Ana zamanda sen. Денсаулық зор тілейді. Біздің Мұңғұлқан бұл шекем үшеуміз аға бауыр секілді бірге оқып, бір біте қайнағамыз. Бірінші кластан бастап мына тілеу бар. Біріміздің мінезіміз біріміз сондай жасты қазірде де баладары ата апай деп жүреді. Мына Мұңғыштың баладары ана орта жырғылттағы ана қырғыздың баладары осы наймандармен біз өзі туыс болып кеткен осындай адамдармыз енді. Науқандары қабыл болсын, баладары өсіленіп ел жетіп, қоғамның бір мықты азаматтары болсын, басқа не айтамыз енді осы. Ассалаумағалейкум, қымбатты бұлғындықтар, қымбатты ағайын туыстар. Мына біздің туып өскен мекендеген, әсіресе жырғылтыдағы мекендеп отырған қымбатты ағайын туыс құда жекеттер барсыздарыңызға. Мына ағамыз бен жеңгемізге арнап ұрпақ жұрағаты берген астына бүгін Қазақстаннан, қаладан, өзгейден, ана-мұнан келіп жатқан барлық халық біздерге көп рахмет. Бұл асқа келіп міне құрметтеп жатқан балаларынан сөйлеп сіздерді Алла Құдай сыйласын. Мен енді өздеріңіз танисыздар. Мен Көксеген деген кісінің бала Жылқайдар дегенмін.
Мен сол келдім, жаңа кеше келдім. Ташкенттегі бажам Тілеу ағам үйіне болып сол істермен еріп келдім. Осы асқа қатысайын деп. Енді бұл Мұңғыл ағам мен бұл жеңгеміз екеуінің қолында өстік. Шпенегімізде өстік. Үйлерінде жүрдік. Осындай адамға сыйлы, бауырлы, бауыр тартатын, іні тартатын, ақыл кеңесін аямайтын, қол ұшын беріп жүрген осындай ардақты ағамыз болды. Жеңгемізде асыл ардақты, ақ көңіл, ақ жарқын, осындай есім беретін, ондай жеңгеміз мықты кісі болды. Осыдан тараған ұрпақ жұрағаттары міне бүгін атын жаңғыртып, есімін жаңғыртып, ұрпағының аттарынан бұл кісілерді еске алып, ағайын туыс, құда жекжат туыстарын жиып, мынандай ноғаттың ішінде, туған жерінде өстіп беріп жатқанда ұрпақ жұрағаттарына мыңда бір рахмет, көп рахмет. Бұл енді осы ұрпақ жұрағаттарына қалған немере шөбелеріне, ағайын туыстарына ұзақ ғұмыр жас берсін, қайғысыз берекелі мықты өмір берсін деп тілеймін сіздерге. Ал енді осы жиылған асқа жиылған барша қауым, үлкенді кішілі ағайын туыс барлықтарыңызға, дендеріңіз сау аман есен, жайлауларыңыз жайлы, түзеулеріңіз майлы, ұрпақ жұрағаттарыңызбен аман есен, төріңізде жайылған дастархан, шаңырақтарыңызда үлкен думанды той, осындай қызық мереке болсын деп тілеймін сіздерге. Енді Алдыөстің өлкейден осы бір асына қатысайын деп арналып келдім. Ағамыз бен жеңгеміз барыңдар. Деге сон туған ел жер, осы ноғаттың ішінде, осы жырғылтың ішінде, осы бұлғын өлкесінде туып өзім өстім жүріп жүрген жеріме келді. Ағайын туыс бауырларыма келді. Осыны қатысып қайтайын деп келген міне. Барлықтарыңызға қуаныш береке жақсылық тілеп, балалардың беріп жатқан асы, арнап жатқан қабыл болсын ниеттері. Оқылған аяттар, дұғалары қабыл болсын. Басқа айтамын, намазшылық болсын. Мына күздің жайма шуақтың мына Ноғат деген жерде өткен ұрпақтарын еске алып, осындай бір үлкен дұға жасатып, еске алып жатқан біздің Мұңғыш құданың туыс туған бала-шаға, барлықтарыңыздың дендеріңізден саулық, бастарыңыздан амандық тілейік. Әрине мына өткен ұрпақты еске алмай, тірі адам байымайды дейді енді. Әркімде енді өткен ата-анасын еске алып, өстіп отырса мынау бір мыңда бір рахмет болады десте. Ал енді менің өз басым мына кісілерге үлкен сарсияқ құдамын. Менің ең үлкен апайым осы ауылдың келіні. Менің бір 13-14 жасымда осы Ноғат деген жерге шешеміз төсекөлін алып келгеннен мен еріп келген бар едім осы. Там осы Ноғаттың осы сазында. Сол жаңа есіме түсіп жатыр енді. Енді Мұңғылқан деген құда өте бір сабаз адам болды ғой. Мына елдің бәрі біледі, салтанат бірлестігіне көп жылым алым бақты, отын жақты. Мынандай қалың ұрпақ тәрбиелеп өсірді. Бүгін мына Шүкірші деген ол кісінің аруағы да разы болып жатқан шығар деп ойлаймын. Ал енді ана ол кісінің бәйбішесі құдағи, бір жағы құдағи, бір жағы мен үлкен қайын екем сондай кісі болған. Мықты ұрпақ тәрбиелеп өсіріпті. Енді мына жасап жатқан дұғасы қабыл болсын. Ары қарай өткендерімізді еске алып жүрейік. Елдерімізге саулық болсын, енді қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті халқым. Сіздерге бүгінгі күннің жалынды сәлем жолдаймын. Енді бұлардың істеген кісілер ертең жасымыздан білеміз. Бүгін жаңағы 64-65 жылдарына бірге отырдық. Ноғаттың сиырын сауықтырды осы кісі. Біздің әке шешеміз осы кісіні маған қатты үлгі көрсететін, осы кісіден тәлім ал деп. Мына кісілерден келгенде біз халқына, балаларына, маңайындағы ауылға өте тәрбиелі адам болып, мына кісі мінезі өте ауыр, өте сабырлы, бір сөзі албаты мал жайса да басқа адамдарда емес, боқтанып, сөйлеп, сөйткен кісіге ұстатып ұрды. Ал хайуан неге боқтайсың сен? Алда хайуанға тиме десін.
Одан бізге өнеге болды, одан да қойға еткенден оның сабырлығы дегенде қойдан келгеннен аттың ерін алып шыбын ұстап тұратын нәрсе. Ат аулайды, одан кейін барып тізгінін алып діңгегіне байлап, одан үйдің мағайына келіп қарап бұлай тұр. Не оқшау жатыр? Бір тіреуіш жаста бұлай апар орнына қой. Түндіктің бауы теріс байлап, оны бұлай байлап. Одан жан жағына қарап, бәрі көңілділаса, үйге кіретұғын. Содан мына біздің әке шешеміз бәрі айтатын, ана кісіден көрінбе, үлгі алады деді. Біз содан мына мен теңдес азаматтар барымызда осы істен үлгі алып өстік. Мына кісінің үлгісі балаларына дарған деп ойлаймын. Өйткені мына ағайынды 5-6 үй бір жерде бір ауыл болып жайлап отырған, бірге отырған кісі қобырқады. Бұтшы, мына кісінің тәрбиесі мына балаларына қолға. Қазір міне көресіздер, мына төсті кім ауыл? Мұғылқан ауылды 5-6, 7-8 үй жайлап отырады. Басқа кім жайлап? Ондай бірге туған адамды өйтіп жайлап отырған кісі қобыр. Одан кейін мына кісі жаңағы халқына оташы, ем домшы кісі болған. Мына оның көрген баласы Сержан, біз өзіміз ойлаймыз еді. Сержанға жететін қазір оташы жоқ. Біз енді қымсесте сол Сержанға айтатын, білген адам, білмеген адам білмейді. Осы енді қатты құрметті өстік. Мына беріп жатқан науқандарың енді қабыл болсын қарақтарым. Дендеріңе саулық, бастарың аман болып, берген астарыңа Алланы разы болсын енді. Уарлақтар қабылайлап разы болсын енді. Істерің елдері, дендерің саулық, бастарың амандық болсын. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі мына асқа жиылған көпшілік қауым барлықтарыңызға бүгінгі күннің сәлемін жолдаймын. Ал енді жаңа жоғарыда Әдеттері қай айтты, мына кісінің өмір баянын баладар таныстырды. Бұл кісінің енді білмейтін кісі жоқ осы болғынсының көлемінде. Атам қазақта сөз бар ғой, аруақ разы болмай тірі баймайды деп. Бүгін сол әке шешесінің аруағын қолдап, бүйтіп жаздың жайма шуақ жақсы күнінде бүйтіп еске алып жатқан бүткіл ұрпағына көптен көп рахмет. Ал енді Мұңғыш ағай бізге жезде болған, артына құда болғаныз, өте тату, тәтті өстіп өскен адамдарымыз. Бұл сөзі бір кісіге әйдеп көрмеген, өте салмақты осындай адам болды. Оның сыртында қай жерде бір кісі мертіп қалды десе, аяқ қолы қандай бір жағдаймен сынып мертіктесі соған бар дәйшілік істейтін осындай өте оташы сондай кісі болған. Ал енді бұл кісінің ұрпақтың жаңа баладар айтты, 7 ұл 5 қыз тәрбиелі өсірген, осындай ұлағат отбасы болған. Аллаға шүкір, баладардың бәрі де қазір бір-бір ажайып болып, бұл кісінің ұрпақтар қазір енді өзге тайған болу керек. Ал енді бүйтіп әке шешесін еске алып, бүйтіп ол анасы ас беріп жатқан барлық баладарына көптен көп рахмет. Әке шешесін көре алмай кеткен қызығын, жасай алмайтын жасын осы ұрпағына беруге бір Алла нәсіп етсін. Рахмет барлықтарыңызға. Ас қабыл болсын. Шынында осы ауылға құда болады. Ағаш бұтағымен, адам ұрпағымен көркейді дейді. Ұрпақтар, ағай туыстар аман болып өріп өсе берсін. Жағылғаныстан енді жағдаймен үлкен кісілер, ағай туыстар келе алмады. Осы асқа мен келіп отырмын. Ас қабыл болсын. Барлық болғындығым, халқым, жаңа құдаларым, барлықтарыңызға бүгінгі күннің жалын сәлемін жолдайын. Ал бұрын менің қайын жұртым еді, дәмше құда болғамыз, енді Аллаға үрім бұтақ арқасында құда болғамыз. Ал енді міне о кісілердің қолынан дәм таттық. Bir günde Dölen ekemiz darday kızı kukuldap bir özeterek jarıktık. Үйге түсіңдер деді, korkum kırap түспей. Bir bas, жүйріктің басы бар еді, соған бір бат үстеп беретін кісі іздеп отырмын дегенде өзімнен өзім қысылып, және де болса істейін енді онда. Сіз ұйғарсаңыз, сен де кәртек қалдың, бір күн құда болып қаласың ба деген жарықтықтың аузына сөз салған екен. Алла тағала бүгін міне құда болып жатырмыз. Енді астарыңыз қабыл болсын, дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық берсін. Өрім бұтаққа мына бір үлкен игі істеп ойлап тұрмын.
аруақ разы болсын, дендеріңізге саулық, күзеулеріңіз жайлы болсын. Осы науқанға қатысып отырған көпшілік қауым барлықтарыңызға сәлем жолдайды. Ал енді жиендерім енді әке-шешелеріңе арнап беріп жатқан астарың қабыл болсын, Алланың құзырында болсын, әке-шешелерің разы болсын, аман болыңдар. Әпеке-жездеміздің көрмеген қызығын, ұрпағы, жастар өздерін көріңдер. Енді әпеке-жездеміз болғанда бәрімізге енді ақылшы, осындай адамдар болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым, ағайын туыс, құда жекжат. Ал енді мына бүгін біздің мына әпеке-жездеміздің асына келіп жатқан көпшілік қауым, сіздерге көптен көп рахмет. Ал енді мына біздің әпеке-жездеміз өзі өмірдің бір уақытты адамы. Ешқандай, еш уақытта бір адамға қарсы қарап, қабақшылық көрмеген ерекше бейуаз адам. Ал енді мына бүгін, мына Ноғаты деген жерде, мына өзі ерекше құтты мекен. Осыған албат адамның іргесі, осы отырған үлкен адамдардың іргесі тимеген адам жоқ. Осы құтты мекенде мына ағамыз, әпекеміз бен жездеміздің мінезі қандай болса, бүгінгі Алланың мына күні сондай болыпты. Ал енді осы ас қабыл болсын. Ал енді бала шағасы сіздерге ары қарай осы кісінің артын жалғастырып келген жиендер сіздерге көп рахмет. Әр уақытта осындай той думан жақсылық қой. Енді мынау ұрпағы мың жасап жатыр. Бәрдеріңіздің шаңырақтарыңызға келсін. Әр уақытта осы біздің Ноғаты тойдың, шашудың, думанның жері болсын. Ал бәрдеріңізге көптен көп рахмет. Жиылған қауым, мына біздің аға жеңгемізге беріп жатқан асы қабыл болсын. Бұл кісі біздің бұлай болады. Нұриман Жұмағазы Қазақбай деген кісінің баласымын, ең кішкенесінің баласымын. Осындай ағайын туыс адамдар науқаны қабыл, мына менің науқан беріп жатқан бауырларыма көптен көп рахмет. Рахмет, таңыр жаурасын қарғадар. Дендеріңізге саулық бастарыңа Алла амандық берсін. Ал енді мына Мұқанаға мен ішіне беріп жатқан науқандарыңыз қабыл болсын. Науқандарыңыз қабыл болсын. Әрқашан ден дос. Арнап жатқан дұға тілектеріңіз қабыл болып, аға шешеміздің аруағы разы болсын. Ал енді Мұқанаған болғанда ауылымыздың енді бір аяулы ағамыздың бірі болған. Біздің өз білетімізде біз бір қандай бір жетістікке жетсек, өз балалары жетістікке жеткенде ерекше қуанып, қолдап жүретін ауылымыздың ұйытқысы болған ағамыз болатын. Жатқан жері жайлы жаны жанатта болсын. Сіздерге де Алла разы болсын. Енді әке шешелеріңізді еске алып беріп жатқан науқан қабыл болсын. Ал құрметті ағайын туыстар, бүгінгі күнді жанын сәлем жолдап, біздің мына ағамыздың шешеміздің аға шешеміз. Науқаны қабыл болсын, науқандарыңыз қабыл болсын, беріп жатқан астарыңыз қабыл болсын. Атамыз, аяулы апамызға артындағы ұрпағы ас беріп, еске алып, ата аналарын үстіп жатыр екен, сауаптан болсын. Жалпы дінімізде өткендеріңді жиі еске алыңдар дейді. Ол жиі еске алу деген жаңағы осы ас беру. Бұл Мұқан ағаммен жаңа кішәңге келетін болсақ, бұл кісілер бақытты, еліне елеулі, халқына қалаулы, елге үлгі болған осындай отбасы болды. Осында жаңағы үлкен жұрғылықта отырғанда нағашыларымыз осында, әмбе жаңа кішәң нағаш апайымыз келіп кетіп бір шыны қымызын ішіп қолдарынан бір бауырсағын жеп үстіп жүрген ақылшы, үлгі тұтар үлкендеріміздің бірі болатын. Алла бақ берді, ұрпақ өсіп өнді. Сол ұрпақ, сол кісілерден тәрбие, тәлім алған ұрпағы бүгін жаңағы өлі риза болмай тірі байымайды деп ата анасын еске алып, дұға жасады. Осы ағайын туысты, ел жұртты, құда ілгішіліктің басын қосып,
жаңағы көппен бірге ата анасына сауап тілеп жатыр. Алла қабыл етсін. Осы кісілердің барлықтарыңызға аруақ риза болып, оққан дұғамызды, істеген құлшылығымызды Алла қабыл етсін. Ал енді бұл кісінің жаңа ұрпағын, бала шағасын барлығын айтты. Бұл кісі жаңағы 12 бала тәрбиелеп өсірген осындай ұлағатты кісілер екен. Жаңағы 12 баласының атынан 12 қатым түсірсек көпті қамаған боламыз. Сондықтан барлық ұрпағы, келін кепшегі, қыз күйеу жиендері деп жаңағы Мұқан ағамызға бір Құран, шаңа бір Құран осы. 2 Құранды үрім бұтақ балашаға ұрпақ атынан деп түсірмекпіз. Одан жаңағы алыстан келген Мұқан ағамыздың інісі Мән ағам отбас балашаға үрім бұтағының атынан деп аға жеңгесіне сонау Қазақстаннан бір Құранын қалталап келген екен. Осыны жаңағы алыстан келгеннен кейін бөлек түсіріп бер деген не айтты, өтініш айтты. Онан кейін жаңағы Мұқан ағам мен Шаңның кенжесі Әнтай деген жігіт бар. Осы Әнтайдың достары бар екен, құрбы құрдастары бар екен. Әнтайдың ата анасы болса, Әнтайдың әке шешесі болса, біздің де ата анамыз, бізде де бір хатым түсіртейік Әнтаймен бірге деп осы жаңағы Әнтайдың достары бір Құран және тапсырған еді. Осымен барлық Құранымыз 4 Құран болды. Осыны жаңағы 4 жеке түсіріп беретін болып келісіп тұрмыз. Олай болса жаңа жасаған дұғамызды, істеген сауабымызды Алла қабыл етсін. Құранды оқу сүннет, тыңдау парыз. Құран оқылып жатқанда дыбырламай, сөйлемей, Құранды қадірімен, қасиетімен тыңдайық. Біз жаңа осы кісілерге бір тамшы сауап тілеп келгеннен кейін әмин деп қолымызды жайып, жаңа көппен бірге осы кісілерге бір дұға оқып қайтайық. Енді мына кісінің жаңағы барлық ұрпақтары, ағайын туыстары, сіздерге осы кісілердің аруағы риза болсын. Шаңырақтарыңызға шаттық, отбасыларыңызға амандық, қалған ұрпағына ұзақ ғұмыр, жырғаулы өмір нәсіп етсін. Дұға қабыл болсын. İlahi amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la gâkibeti lil muttaqin. Ve la gudvan ila zalimin. Ve salavat ve selamu ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, sokulgan 3 bölüm Kur'an-ı Kerim'nin sevabın Allah'ın kulu alayhi ve sellem'nin ümmeti bulgan adam ata kavananın urfağı bolup ordasına ye bolgan, осы ұрпаққа әке болған, бұл дүниеге келіп кеткен аяулы атамыз Нұриманлы Мұңғұлхан марқұмның аруағына, барлық бала шаға, үрім бұтақ, немере шөбересінің атынан, және де қыз күйеу жиендерінің атынан осы Құран сауабын бағыштайсыздар ма? Раббана ғфир ли вәл валидайя валла муъминина яума яқумул хисаби қалисалилар. Аузу биллахи. Біздің ата-анамыздың осылай үлкен кісілерге бір азғантай сый-сияпаты бар екен, ұрпақтарынан көрсеттім. Соғысқа Mana turma. Yunanistan geliyor fotoğrafı. Nefret ediyor fotoğrafı. Manasını peki?
Таяғын ұстаған жас жолдастарының бауылған қой чопанның бірі болған. Басы құлма аяғы мен қайрыққа дейін бірнеше жыл жолдас болып жүрдім. Бұл кісілердің жаңағы мен жастай жүргенімде қосқа жағатын болып, теретін тезек істейтін тамақтан бастап маған ақылшы кеңесші болған асылаған арым. Сондықтан бүгінгі мына балалардың жай жатқан дастархан оқып жатқан дұғалары қабыл болсын. Баршаларыңызға Алла ұзақ ғұмыр, бақытты өмір нәсіп етсін. Енді мен өз ойымда тегінде мұқаңды мұшқылдап, мазақтап қоста жүргенде өлең айтам. Қосқа шығып есіктің алдағы дөңгеге пешке жақын. Ассалаумағалейкум майман шалдан, майман ел күріп тұрған маңдайшадан. Қойдай тоң төлек бөлгенде мұңылқа чайың бар мағайнап тұрған деуші едім. Сонда айтатын жарықтық шыға кет. Ей, оттамай мына қойының шетін жиікке қораға кіргізіп чайын іштеуші еді. Сондықтан енді барша барыңызға енді Алланың нұры жаусын, ниеттерің қабыл болсын айналайын. Аршылықтан аты ұстып, мына асқа келген үлкен кіші кәрі жас, ұлдар, қыздар, келіндер, немерелер, чиендер, ағайын туыс алыс жоқтан келіп жатқан барлығына көп рахмет. Қажеттер мен күшаден үлкен ешкімің жоқ шығар, осы тұрғындағы әулеттің ең үлкен осы екі кісісіңіз. Сондықтан енді мына мұңғылқа мен бұлыштың аруағына бүйтіп бір Құран аударып, еске алып, осындай ас беріп жатқан мына біткен мұңғылқаның ұлдары, қыздары, келіндері, немерелері, жиендері, қарғадарын бәрдерің алды разы болсын. Рахмет. Өз разы болмай тірі байымайды деген әке-шешелерін еске алып, осындай халық көпшілікті жиып ас беріп жатқандарына көптен көп рахмет. Қарғадарым, отбасы ошақ қастарың аман болсын, дендерің сау болсын. Ал енді осы асқа келіп отырған алыс жоқтан үлкен кіші мына отырған құда-құдағи, немере шөбере осының бәрі баяғы ағайын туыс болып кетеді. Ал енді шыққайда аты құстып алыстан мұқым Баймұргөйден келіп жатқан саған да көп рахмет. Мына Сөкей кеше шақырып өрмекте осы еді, бүгін бұл Сөкейге келіп қап, бұған да көп рахмет жарым. Мына ұлан құсынан келіп жатыр, мына кісін танымайсыңдар, мына әнтейдің атасы құдамыз. Басқын бұлғының қалқы бәрін өздерін танып келіп өссіңдер ғой. Сондықтан енді еліміз аман, жұртымыз тыныш. Бала шағамыз, өлім бұтағымыз бәрі аман болсын. Біреуіміз көрмейміз ғой. Мен осындай той тілеуге келіп көріп, ағайын туыстың бала шағаларды танымай кеткен бәрін көріп біліп жатырмыз. Шықтырып отырған ауыл едік, мысалы Қарқабай, Қаптай, Мұңғылбай, Мұңғылқан деген ағайынды пәлен-пәй кісілер болды. Күнде той, күнделі осы. Делше менен мына Әбденбай Сай деген менен мысалы осыған күзеп жүрді. Енді содан қалған мына кісі екен, мына мәне отыр енді жігіттерден. Енді қалған бір екі кемпір енді мына қанай анам екен дегендер отыр енді. Біз кем жоқ енді асарымыз жасап, жасарымыз жасады, қалғанын берген жасын жасап. 90 жас деген аз емес. Мына кісі 90-ға тайқалдым, енді таяқ балдым. Бүгін бертен берді оның бәрін Құдай біледі. Осынар жасы деп кім барады, Алланың берген жасын жасап жүрміз ғой. Енді сондықтан қарғадармен біткен бала шағалары, өрім бұтақ, ұлдар қыздар келіндер, енді осы жақсы жаманның бәрін осы келіндер байқұстар. Күні түні енді осы дастарханды жасап, осы шай суаны, осы малды қойып, соның бәрінің қайнап жатқан осы келіндердің, ұлдардың арқасы. Қарғадармен аман болыңдар, отбасы ошақ қастарың аман болсын. Әрқашан енді сағынып жүреміз, бәрін ұмытпаймыз. Пәлен-пәленбіміз дегенді ой бұлғының сонысы келсін ғой, ананың анасы келсін ғой деп қуанып қаламыз. Ал енді көп сөйлеп, кәдемпір шалдарының сөзі көбейіп кетеді ғой, қарғадарым бір енді артқа осы айтып қойсын, кешіріңдер. Бәрін рахмет, жақсы тойлап, жақсы отырыңдар. Мен қанай. Әнтей қайда шақырып жүрсен
Ағайын туып ел жол шақырған чайға келіп жатқандарыңа көп рахмет. Ұлдар өсіп ел болсын, Асқар таудай ел болсын. Кішағаның ұрпағы өсіп өніп ұрыл ел болсын. Қайда жүрсе ұлдар қыздар аман жүріп артпайлар болсын. Бүгін Кішағаның 10 неше үйі болса, енді 10 жылдан кейін 50 үй болып, ол күнді біз көреміз, көрмейміз, қарғадарым. Осы береке бірліктен Аллам айырмасын. Біз өте ұлағат, өте үлкен ауырмыз, осы ауыр. Тек әйен ұрпағы деп айтады. Әйен деген кісінің ұрпағының четі енді шешіліп кетті Қазақстанда. Ал енді бағана төреғ айтқан 7 шалдың ұрпақ, ол 7 рулы ел болады. Ал енді қарған Кішағадан қалған 7, ол 7 рулы ел болыңдар. 6 қыз, 6 рулың анасы болып, ел алдында Асқар таудай атақтарың болсын. Аллам бірліктен айырмасын. Әйен ұрпағы деген ұрпақтың аты үзілмесін. Барлықтарың аман есен болыңдар. Ападарың биыл ауырып сөйлей алмай қалған. Одан басқа бәрін де айтып қоям ғой. Жиылып келген ағайын туыс елік қауымға барлығымыздан көп рахмет. Ой, не сөйлесін. Жоқ, сіз сөйлесін. Ал енді жиіліп келген ағайын туыстар, енді Құдай жиылып жат осы жиіліп келген адамның бәрі енді алыс емес секілді. Біз болсақ енді мынау Қазақстаннан 3 шекер асып келдік, осы Кішағаның аруағымен Ағатайдың аруағын сыйлап. Біз 3 абысынды болдық, 3 абысының ішінде бір деп есін бәленпай жылы 30 жыл отырғанда бет қарысы көрмеген пәндеміз. Сол аруақты сыйлау үшін бе, сол аруақты неменету үшін мұқымат өксетіп, 3 аяқта қолымызда таяқ. Сөйтіп жүріп келдік енді. Осы үсті осы шайды күне құрастырып беріп жатқан осы ұрпақтарға көптен көп рахмет, көп жасаңдар. Одан әрі өсіп өніңдер. Кішағаның аруағы мен Ағатайдың аруағы бүгін бір аунап түскен шығар. Атасы жатыр, апасы жатыр, туыс туғаны жатыр деген секілді бәрінің де аруақтары бір аунап тұрған шығар. Енді ағайын туыстық келгендеріңізде көптен көп рахмет. Енді баладарға көп рахмет, келіндерге, ұлдарға осы дастархан жайып осы ас беріп жатқандарыңа көптен көп рахмет. Енді сендерге аман болыңдар, өсіп өніңдер енді. Рахмет енді, көптен көп рахмет. Бүгінгі міне ас беру жиынға бізді елеп ескеріп шақырып келгеніне, шақырмаса да барамын деп біздің шал бұл балалардың шешесімен бірге оққан екен енді. Сонда мен соған баруға тиісіміз деп отыр еді, оған бізге ұрлық келіп қаптық, қуанып отырмыз. Адам баласы туатыны шындық, одан өлетіні шындық, екі шындық бар ғой. Сондықтан енді бұл кісілер енді ана дүниеде барды, біз осында енді тағы шақыру келсе кететіміз шындық. Бірақ мен бұл кісілердің балаларына бізді сыйлап үнемі, біз ойын болса да, ой мен бұл ішпін, ана ұлғы қан деп төрдің алдында біз осы кісінің балаларының үйінде осы үнем төрдің басында отырамыз. Осы енді білетіні білет, білмейтін білмейді. Сонменен осы кісілердің енді барған жатқан жері тыныш болсын, бала шағалары аман болсын, бәріміз аман болайық депкен айтайын, енді басқа айтар жоқ мен. Ала шалынсын, артта қалған ұрым, бұта қалған шөрлеріне бақ берсін, ас берсін, ұзақ ғұмыр жас берсін. Ассалаумағалейкум, бұла бұлғының қариялары және тұрғындық халқым, құда құдағилар. Бүгін міне қасиетті жұма күні құда мен құдағидың еске алып ас беру рәсім болып жатыр. Осы ас қабыл болсын.
тілеп жатқан дұға тілектер қабыл болып, осы ас беру рәсімін ұйымдастырып жатқан құда мен құдағидың барлық ұрпақтарына Алла риза болсын, ұзақ ғұмыр жас берсін, елдеріне саулық берсін. Осы мына құда құсбегі болған кісі, осы әкеміздің ағасы Аю деген кісімен бірге бүркіт салып, құдалықтары мәңгілікке жалғасқан осындай мықты сарсүйек құдаларымыздың бірі. Ал тілеп жатқан тілеулеріңіз қабыл болсын. İlahım desenize dağıtarsın kızarasın. Suyalarsın, suyalarsın. Kargadaş. Bas versin, öbür jas versin. Bunu bırak, hadedemizi bırak katerlerim. Allah amanda kasakta ve yaratuşu jasagan. Kurgadarım, dileklerim kabul olsun, muratlarım asıl olsun. Olsu jeyilgan kavim barlıklarımızga, sev berekemiz birge Allah Teala nasip etsin. Allah.